Астана Экспо көрмесіндегі жобалар бойынша бірлескен жұмыстар басталды. Бұл бағытта негізгі салмақ жоғары оқу орындарының ғалымдарына түсіп отыр. Бүгін үкімет үйінде өткен баспасөз жиынында аймақтардан келген ғалымдар өз жұмыстары жөнінде мәлімдеме жасады. Экспо көрмесі аясында еліміздің бірқатар университетінің басшылары шетелдік компаниялармен бірлесіп жұмыс істеуге келіскен. Мысалы, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің ғалымдары Қытайдың бірнеше аймағында болып, баламалы энергия өндіру бойынша келіссөздер жүргізген. Оның ішінде биогаз өндіру және мұнайдағы ілеспе газдан электр қуатын алу бойынша нақты жобалар бар. Нам всем известно, что каждый... Бәрімізге мәлім, мұнай өндіргенде одан газдың да қоса шығатыны. Мысалы, 1 тонна мұнайда 50 текше метр газ бар. Егер сол газды пайдаланып электр қуатын өндірер болса, кәсіпорынға қажетті энергияның 30%-ын жабуға болушы еді. Қазір біз шетелдік әріптестерімізбен осы жобаны жүзеге асыру мақсатында алғашқы жұмысты бастап кеттік.